айтқан ақты ақ деген, қараны қара деген. Коньякты коньяк деген дейтін бар еді. Қандай кітап еді бүгін? Бүгінгі айтылмаған ақиқат кітабы. Айтылмаған ақиқатта барлығымыз оқыған шығармыз енді, иә? Күнде подкаст түсіріп жүрген қандай кітап еді? Кезімізде қыздарға ғашық болатын едік қой. Сол кезде қызға айтуға ұяласың дегендей. Іштей жиды ана нәрсе өзіңді ше. Сол нәрселер қалып кететін. Әзір менде ақиқаты әртүрлі дегендей. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі айтылмаған ақиқат бойынша кішігірім сұрақ қойсақ өзіміздің арамызда. Жалпы бұлай өздеріңізде де айтылмаған ақиқат. Көрген болмайды. Шілей бірден бастап кетеміз ба деп? Енді соны айтып тұрмын ғой мен, шілей бастап кетеміз ба деп. Қаныспаймыз ба? Қансайықта бір. Давай. Кеттік онда. Жалпы өмірде не болады? Давай, кеттік ал, болды. Ассалаумағалейкум. Құрметті ағалар, бүгінгі подкастқа қош келдіңіз. Ал қысқаша өзіміз бір-бір танысып, одан соң подкастты жалғастырсақ. Бастайық Асеке. Мен бастайын ба? Мен бәртан ба? Мен есім Асанали, 2-ші курс информатика пәні мұғалімі. Мен есім Мұхаммед Жамболат, 4-ші курс математика, физика мұғалімдерін даярлау. Ассалаумағалейкум. Есім Руслан болады, жасым 20-да. 3-ші курс математика, физика, педагогика, Шәулдерден боламын. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мен есімім Шәулдер. болады. Мен де 20-дан осы жерде өтемін. Математика, физика мұғалім. Осы екен көп баласы. Есімім Ержан болады. Мен де Шәулдерден осы екен жерлесі. Физика, математика. Қазір 2-ші курс. 18-демін мен. 18-де. Бөпе. Есім Ерсін. Сипа андай да? Иә. Бастан. Енді Қандай кітап еді бүгін? бүгінгі айтылмаған ақиқат кітабы. Айтылмаған ақиқатта барлығымыз оқыған шығармыз енді, иә? Күнде подкаст түсіріп жүрген қандай кітап еді бүгін? Чисто андай, болмаса подкаст емес, чисто андай қап-қара болып бүкіл есімді жазылатын сияқты болып тұр ғой мына бәрі. Иә, енді өмірлеріңізде бұлай айтылмаған ақиқат дейді ғой. Бұлай көпшіліктің ортасында өздеріңіздің бұлай айтылмай қалған шынымен бір факттарыңыз немесе бір өздеріңіздің ойларыңыз өмірде болды ма? Айтылмай қалған немесе осы нәрсені бұлай ішіне сақтап қалып кейін үйлеріңізде өкініп, не үшін айтпадым осы нәрсені деген ситуацияда барлығымызда болған шығар. Мен айтайын ба? Менде болмапты ондай. Кішкентай кездерде болған сияқты. Үйдегілерден қорқып, сондай жағдайлар болатын еді ғой. Бізде мектеп кездерінде кішкентай кезімізде қыздарға ғашық болатын едік қой. Сол кезде қызға айтуға ұяласың дегендей. Іштей жиды ана нәрсе өзіңді ше. Сол нәрселер қалып кететін. Әзір менде ақиқаты әртүрлі дегендей. Қыз Ол демекші. тек қана кішкентай кездерінде еді. Жақын арада деді. Жақын Қыз демекші ол барлығымызда болған шығар ондай историялар. Иә, жақсы көргендерімізді үйімізге айта алмайтындай. Енді ол нәрсе бір айтылмаған ақиқат десек келтіруге болады бұлай. Айтылмаған ақиқатын айтсай, мектеп кездегі. Енді мектеп кезде бәріміз оқыдық, білім алдық. Мектеп бойынша ең ақылдылар мен едім ше. Әңгіме ақта жатыр. Біз кімдермен отырмыз сонда? Маған ес қоймады. Бір адам. Коррупцияның Шілей ауылдың бір баласына ола коррупция. Арамыздағы бір ең әлсізі бір мен сияқтымын әңгімелерге қарасақ. Иә, бұлай енді бәріміз бұлай алтын белгі болдық деп айтамыз, мектепте жақсы оқыдық деп айтамыз, бірақ іс жүзіне келген кезде негізі өзім сабақ оқымадым бұлай. Себебі мен де өзім бүйтіп сырттың бұлай андай қызықтың адамы болдым деп айтсам болады. Көбінесе андай топ қуалап кетіп, сабақтан қашып кету дейтін адамдардың қатарынан мен болғанмын. Иә, бәріміз тілмен ажымай жасай береміз ғой бәріміз. Сол себептен бұлай. Жанбаймыз, суға салсақ батпайтын жігіттерміз деп. Бірақ шын мәнінде іске келгенде көбісіміз ондай емеспіз. Иә, енді тақырыпқа оралайық. Тақырыпта бұлай біздің айтып жатқандарымыз енді кішігірім қысқаша нәрселер ғой. Енді ең үлкен айтылмаған ақиқат Бауыржан Момышұлы атамыздың оқиғасында үлкен айтылмаған ақиқаттар бар екен. Соны кішігірім бүгін подкастта талқылайтын болсақ,
өзім бастайын. Жалпы былай ғой. Кітапты толық оқымадым, бірақ оқыған жерлерімде қызығушылығым қатты артты кітапты оқуға деген. Сол кездерде мына нәрсе менде қатты сұрақ мазалайды. Барлықтарыңызға Сібірге Бауыржан Момышұлы атамыз жіберді ғой. Сол кезде менде мына сұрақ туындады. Жалпы Бауыржан Момышұлы атамыз Сібірге барған кезінде барлық өзінің достары, өзінің әскері, командасының барлығы Бауыржан Момышұлыдан теріс айналған. Не үшін? Себебі ол кісі өзінің әділдігімен бар нәрсені бар деп айту арқылы ол кісі Бауыржан Момышұлы адамдарға ыңғайсыз болды деп айтады кітапта. Демек, бұл жерде қоғамға ыңғайсыз болу маңызды ма, әлде әділ болу маңызды ма? Қай нәрсе бізде қолайлы болу керек бұл позицияда? Ол кездің идеологиясы социалистік ел деп айтады, бірақ сол идеологияға қарсы шыққан адамдарда көбіне ату жазасына кетіп қалады. Кем дегенде үнін өшіріп отырды ғой. Бауыржан Момышұлы атамыз әділдікті қалаған деп айтасыз. Цензураға болды ол. Қосылам себебі, бір жағынан мен де ойлаймын былай. Бауыржан Момышұлы тек шындықты айтты ғой, яғни Сібірді жаман нәрсені жаман деп айтты. Сол себептен кейде Бауыржан Момышұлы атамызға қосылмаған адамдардың кейбірі қорыққаннан деп ойлаймын. Себебі ол кісіге қосылатын болса, халық жауы деген сол кезде әрбір шындықты айтқан адамның халық жауын берді ғой негізі. Сол себептен халық жауы болып кетіп, өлім жазасына кесілемін деп те қорыққандар бар деп ойлаймын, қосылмағандардың бірі. Жаңа қорғанатын себеп ол кісінің қолында билік болмаса да адамдардың сенімі тұрды ғой. Егер бір елде бір адам биліктен бөлек бір адам өзінің сөзін елге тыңдата алса, ол ел үшін өте қауіпті болды да. Бауыржан Момышұлының сөзін сол уақыттарда демек көбінесе армия тыңдай алды да. Демек, қоғамға ыңғайлы болу үшін ыңғайсыз болмау керек деген тоқтамға тоқталдыңыз ба, әлде әділ болу керек деген ба? Сіздердің ойларыңыз қалай? Мысалға, Бүреке? Жақсы сұрақ, негізі ойландырып жіберетін сұрақ. Мен негізі әділ болғанда қалаймын, бірақ ыңғайлы болғанда дұрыс деп ойлаймын. Мысалға, өзімізде жұмыстарға кіреміз, сол кезде егер де біздің бас директорымыз, басшымыз ыңғайсыз адам болса, біз ол жұмыстан көбінесе артық тірлік істемейміз, оған бағынбаймыз, көбінесе тек қана өз жұмысымызды істеп қана кетеміз ғой. Сол жөнінде өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Маған ыңғайлы бастық болған ұнайды негізі. Менің ойымша мынандай сияқты. Жалпы әділ болу деген, әділ егер шынайы әділ болатын болсаңыз, сіз оның ішінде ыңғайлы болу деген әділдіктің ішіне кіріп кететін сияқты. Менің ойымша. Себебі әділ болған кезде ол сіз жұмысқа келмейтін болсаңыз, әділдік тарапынан сізге ескерту береді ғой. Яғни үш ескертуден кейін жұмыстан шығарады. Демек, ыңғайсыз болу деп жаңа Нүрек айтқандай, ыңғайсыз болса біз немқұрайлы қараймыз дейді да. Яғни сіз әділ болсаңыз, немқұрайлы қарамау ыңғайсыз адамның әділ болуына кіріп кететін деген тұжырымға келдім мен. Демек, маған бірінші әділ болу маңызды. жалпы сұрақ қоғам ба, басшылық па? Қоғамға ыңғайлы болу болатын болса, өзімен қоғамға келсек. Өйткені қоғамның мүддесі, көпшіліктің мүддесі жалғыз адамның мүддесінен артық тұрады. Әрдайым артық тұрады. Ал егер басшылық деп алатын болсақ, ол кезде басқаша мәселе туындайды. Егер басшылыққа болатын болса, ол кезде әділдік қажет. Бұл басшылық деген тема жоқ па? Ол кезде қоғам деп алдады барлық адамдар. Бүкіл қоғам бірдей болу керек, бүкіл адам тең болу керек, бүкіл байлық бір-біріне шашылу керек деген тема. Бірақ бұл сол уақыт кеңестік дәуір көрсетті, сол заман көрсетті, ең тиімсіз жол екенін көрсетті, социалистік жол екен. Енді бұл кітапта оқиғаны мен неге ұқсастыра аламын? Гладиатор деген киноны көрмесіздер ме? Гладиатор, жоқ. Гладиатор деген кинода. Соғыс кино ма? Иә. Гладиатор деген кинода қолбасшы болып, патша қайтыс болған кезде патша өзін билеген сол қолбасшыға бергісі келеді. Ал патшаның баласы бергісі келгенін біліп, әкесін өлтіріп тастайды да, билікті өзінің қолына алады. Және адал әрі әділ қолбасшыны өлтірмекші болады. Өйткені ол өзіне біріншіден зиян болды да, биліктерге зиян болды. Ал ол жердегі патшаның баласы таза ашкөз адам болған. Оған зиян ретінде жаңағы адамның отбасын өлтіреді, қолбасшының өзін де өлтірмекші болады, бірақ соңында қолбасшы
сенім арқылы гладиатор болып жүреді да өзінің бүкіл армиясына айта алады, қолбасшы өзінің бүкіл армиясына айта алады, сөзін тыңдайды. Бұрынғы әскері патшаның емес қолбасшының сөзін тыңдайды да бұл жерде. Тура осындай қауіп осы жерде Бауыржан Момышұлы болғандықтан Бауыржан Момышұлы емес, басқа да адамдардың да қолында сондай билік болғандықтан барлығын сондай кем дегенде өзінің дәрежесін ауыстыру арқылы немесе Сібірге айдап жіберу немесе қоғамнан алшақтату секілді идеологиялық іс-әрекеттерімен қоғамдағы белсенді өзіне қарама-қайшы адамдарды шектетіп отырған. шектетіп отырған. Ал кітапқа оралсақ, бұл кітапта бұл сұраққа Бауыржан Момышұлы қалай жауап берді? Яғни Бауыржан Момышұлы бұл сұрақта әділ болды ма? Мен де айтып отырмын, қоғам ыңғайлы болу деп. Осы жерде бір есіме түсіп отыр. Ыбырай Алтынсарин ағамыздың мектеп ашып жатқан кездері. Ол кісі мектеп ашып жатқан кездерде ең бірінші ол кезде өлеңде кел балалар оқылық деп жазылмаған. Кел балалар оқылық, бір Аллаға шоқынып деп жазылған ең басында. Бір Аллаға сыйынып жазылады. Ол кеңестің басшыларына андай бір Аллаға шоқынып деген андай өздеріне ыңғайлы қылып, оларға әдемі көріну үшін ғана қоғам ыңғайлы болу үшін ғана шоқынып деген сөзді сол шоқынып деп сол қолданды, бірақ өзі аяқта басқаша тіл. Өйткені жалпы кітапты басып шығару үшін олар орыс жақтан барды ғой. Демек орыстарда бір Аллаға сыйынып дейтін болсақ, ол жақта Құдайға сенбегендіктен кітапты шығармас еді деген қорқынышпен оларға ұнамды болу үшін шоқынып деп өзгерткен. Бірақ оны сол себептен көбінесе қазіргінде Ыбырай Алтынсарин атамызды буллинг етеді. Яғни ол кісі кітап мектеп ашқанымен Аллаға үшін кітап мектеп ашпайтын болса, онда бізге керек емес деген секілді қазіргі ахуал тема осы үшін ғой. Бірақ негізгі идеологиясында оның не үшін шығарғанын зерттейтін болсаңыз, ол кітапты жарыққа шығару үшін ғана әрекет еткен. Бірақ негізгі бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық деп. Әйтпесе негізінен 3 қана қатар болып тұр ғой. Кел балалар оқылып, ықыласпен көңілге оқысаңыз көңілге ықыласпен тоқылық. 3 қатар емес, 4 қатар болу керек. Демек алдындағы бір сөйлем. Мына мысалы мен келтірсем болады, тағы да бізде Мұхтар Әуезовтің Абай жолы бар. Абай жолында өздеріңіз білесіздер, Абайды жақсы қылып көрсетеді негізі, ал Құнанбайды қатал басшы, дөрекі қылып көрсетеді. Егер де ол жерде олай көрсетпейтін болса, тура сол секілді жаңағыдай кеңестік цензура бар ғой, кеңестік цензура редактурадан өткізбейтін еді. Яғни Құнанбайдың көптеген бір жақсылығын, ол Құнанбай дегеніміз қандай мықты кісі болған, қажылыққа барып келгені бар. Ол нәрселер мысалы айтпайды. Ол Мұхтар Әуезов қалай қылып жазады, қатал қылып жазады. Бәрінде. Бұны үш Бауыржан Момышұлы осы хатта. Бауыржан Момышұлы осы хатта Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын сынады. Ол жаңа сіз айтпақшы, Абай жақсы оқып жүріп, Құнанбай жаман оқып көрсеткені үшін. Сол нәрсе туралы айтылады. Қатты сынап жүреді Бауыржан Момышұлы осы хатта. Тақырыпқа оралайық. Тақырыптан ауысып кетіп. Оралды әке батырым ғой мен енді Бауыржан. Жоқ. Былай ғой, жалпы Сібірге жіберді ғой Бауыржан Момышұлына. Сол кезде Сібірге жіберген кезде Бауыржан Момышұлының үлкен сөзі бар. Маған ол сөйлем қатты өтіп кетті өзіме. Осы бір сөйлем кітаптың бір сөзбен кітапты солай айтсақ та болады деп айтады да. Былай айтады: менің Сібірге барғаным қыстың суығынан емес, менің Сібірге барғаным ашкөздіктен деп айтады. Осы сөйлем Бауыржан Момышұлының қатты өтіп кетті. Яғни адамның рухани әлсіздігі бойынша ол мен суықтан жаураған жоқпын дейді. Менің Сібірге жіберіп, сол нәрсені ашынудан жаурадым дейді. Бұл сөйлемді былай кітаптың бір сөйлемге жеткізгендегі мағынасы деп айтсақ болады. Яғни Бауыржан Момышұлының соншалықты намысқа тырысқандығы, намысқа сойткендігі маған жаныма батты негізінен. Бұлай Сібірге ол кісіні не үшін жіберді? Қазақта айтады ғой, қарның ашқанына емес, қадірінің қашқанына жылайын дейді ғой. Бұл жердегі Бауыржан Момышұлының оқиғасы тура осыған келіп тұр. Ол мысалы соғыста болсын, балалық шағы болсын, есейе келген кездерінде мүлдем өтірікке жоламаған, тек қана шындықта айтқан ақты ақ деген, қараны қара деген. Коньякты коньяк деген дейтін бар еді.
Жалпы Бауыржан Момышұлының кітабын мен анау бір оқыдым. Қаншасында біздің Тибеттерде ма оқыған кезде андай болды да. Сұрмерген деген оқиғаны білесіздер ғой? Сол Сұрмерген оқиғасында Бауыржан Момышұлы былай айтады. Шынайы талантты адамның бойында ешқашан жасампаздық болмайды деп айтады. И өнерлі адамның ең бірінші шарты халық алдында адал болу керек деп айтады. Және оның сондай адамдарда ғана шыққан өзінің өнері, аспазы, әуендері сапалы болып шығады дейді. Яғни мән мағынасы бар деп шығады дейді да. Ал қазіргі замандағы бұлай әншілерді қарайтын болсақ, барлығына жаман демейміз, бірақ көптеген әндердің мағынасына қарайтын болсақ, бір мағына табу қиын. Жаман. Сол себептен қазіргі әншілердегі бұрынғы Бауыржан Момышұлының айтқанындай қандай өнер, қандай талант жетіспейді. Сонда қазіргі әншілердің бойындағы кемшілік неде? Әндерінің сапалы шықпаған үшін. Жаман дедіңіз ба? Сонда сіз үшін жансырын ба, еңлік ба? Кім? Жансырын ба, еңлік ба? Не ол жаман ба? Қайсысы жаман? Қайсысы жаман? Кім ол жансырын деген? Еңлік танисыз ба? Еңлік танимын. Сіз білесіз бе не болды? Не болды? Балғынбаевпен айтсын. Жоқ, ондай жақтан қалай. Айтсыңыз. Шли жаңа заманнан оқыған. Сіздер қалай дейсіз? Жоқ, ондай әншілер бар, базы жоқ. Ол мойындайды. Жаңағы еңлік бар, Арман Сейітжаппаров бар, одан кейін Дархан Жүніс деген сияқты тема әншілер бар. Шиза, жаңа буындағы әншілер, ол мықты әншілер. Бірақ бізге именно осы әншілік өнерге әнші еместер қосылып кетіп жатыр да. Олар кімдер? Олар блогерлер. Я мәні жоқ, я мағынасы жоқ, я білмеймін, жеткізетін бір ешқандай месседж дейді ғой. Сондай жоқ. Дымы жоқ та, өлең былай қарасаң. Демек, Бауыржан Момышұлы айтқандай, оларда шынайы талант жоқ, немесе оларға өнерге деген адалдық жоқ. Екеуінің біреуі болу керек. Екеуі жоқ болған үшін қазіргі өлеңдер сапасыз деген сөз ғой. Барлығы емес. Мысалы мен еңліктің өлеңдерін мен мойындаймын. Ол таза қазақша өлең жазады. И таза қазақша рэп жаза алады. Рэп. Иә. Таза рэп жаза алады. Боғаусыз, артық еш нәрсесіз. Ол деңгейі соншалықты ол әлемдік деңгейге шықты жақында. Коллаж дейтін әлемдік деңгейде әншілерді шақыратын бір жер бар. Сол жерге шықты әлемдік деңгейде. Әлемдік деңгейде қазақша тілде рэп оқыды. Өзінің әні. Бұл өте жақсы нәтиже негізі. Кезіндегі Әміре Қашаубаевтың өнерін қайталап жатыр десек те болады. Бірақ жаңағыдай әнші еместер, өнерге адал еместер, немесе тума таланты жоқтар осы өнерге бір үлкен бір қара дағын қалдырып жатыр. Иә, негізі Бауыржан Момышұлыны көбіміз толық танымағаннан кейінгі кейбір құндылықтар бойымызда жоқтығы да содан ғой. Сол себептен бұл Бауыржан Момышұлы кітабын негізі жақсы оқыдық. Бауыржан Момышұлының бір жағынан өмірінде кішігірім сай қандай бойында бар нәрселерді де көрсетеді ғой. Және маған ана нәрсе қатты ұнады. Біз жалпы Бауыржан атамызды былай танимыз ғой. Ашулы, қаһарлы, қатал деген секілді танимыз ғой. Бірақ анау әдемі деген история бар ғой, бәріміз оқыдық қой, кітаптың аяқ жағында. Сол жерде былай айтады, бір қыз үшін оның жанашырлығы, тіпті оған дейін жылағанына дейінгі автор қалай сипаттаған, мен соған таң қалдым. Сол кезде былай Бауыржан Момышұлының өзінің нәзік, біз ойлағаннан да нәзік деп баяндағанында мен өзімнің ойыма симады қалай. Бауыржан Момышұлы біз ойлағаннан да нәзік болуы қалай жалпы бұлай миыма симайды менің. Өйткені мен бұған дейінгі ұшқан ұя деген секілді кітаптарын оқыған кезде андай қатал деп таныдым да, нәзік деп тану мен үшін қиын болды. Сіздерге қалай нәзік болу деген былай сия ма Бауыржан Момышұлы? Вообще елестете алмадым мен нәзік деп ше ол. Жалпы жүрегі жұмсақ адам екен, бірақ рас. Шығармадағы кез келген шығармадағы кейіпкер, ол шын өмірде болсын болмасын, ол автордың оқып жатқан адамға жеткізілуіне байланысты образ жасалады. Ал шын өмірде болған тұлғаларды қалай бар солай жеткізбеуі мүмкін. Тым әсірелеп жіберуі мүмкін. Иә, ол рас. Бағана мысал келтірді ғой, абай жолында
Құнанбайды өте қатал кісі ретінде көрсеткен. Өзгерістер бар. Өте дөрекі деген сияқты. Бірақ шын мәнінде шын өмірде біз оның қандай болғанын білмейміз. Ол бізге беймәлім, өйткені біз онымен жеке сөйлескен жоқпыз. Жеке көрген жоқпыз ол кісіні. Сол секілді, бірақ тағы да бір айта кететін нәрсе, менің байқауымдағы, менің көзқарасымдағы байқаған нәрсе ол адам қаншалықты қатал болатын болса, шын мәнінде негізінде ол соншалықты мейірімді. Осы сөзіңізбен келісемін. Қазақта мына сөз бар: балаңды аясаң, аяма дейді. Бұл жердегі бұл сөздің астарындағы мән, мысалы бұрынғы қазақ аталарымыз болсын, апаларымыз болсын, өздерінің балдарын қатты қылып ұстаған. Қатты қылып ұстау арқылы олар өскенде өжет болсын деп, ешкімнен жасқанбайтын, батыр болсын деп, сондай бір ниетте оларға қаталдық танытқан. Балана Құдайды айтпасаң, ертең Құдайға баланды айтып отырасың деген бір сөз бар ма? Яғни жастайынан бір балаға болашақ өміріне бір қажет болатын бір дәнді тастау керек та кішкентай кезінен. Ол кейін беретін болса, ол нәрсені кеш болып қалуы мүмкін. Бұл жерде бірақ Бауыржан Момышұлының баласы да айтады, бізге қатты қатал болды дейді. Өзінің әкелік мейірімді көрмедім дейді. Өзінің баласы айтады, Бауыржан Момышұлдан әкелік мейірім көрмедім дейді. Бірақ та оның сол қаталдығының өз баласы да енді есейіп қалған дегенде де сол әкенің қаталдылығынан мен әкенің маған деген сүйіспеншілігін көрем дейді да, негізі. Мысалы, арада бір бетон болатын болса көрінбейтін, соның ар жағындағы нәрсені көріп тұр ғой баласы ше. Дәл өзі. Мынандай нәрсе бар ғой, қазіргі біздегі заманауи тілде қолданып кеткен маска сөзі бар ғой. Маска техникасы деп айтады. Бауыржан Момышұлының мен соншалықты солай әдепсіз болуы мүмкін, бірақ маска формасын нақты қалай ұстанғанына таң қалам. Себебі мысалға біздің бойымызда ақкөңілділік деген нәрсе бар болатын болса, біз бар жерге ақкөңілді болуымыз ол қателікті. Бауыржан Момышұлы өзінің әскеріне қалай қатал болды, бірақ ол нәрсені үйіне келгенде өзінің курткасымен бірге, яғни шешіп кетті сол бір қаталдығын. Үйінде қатал болды, бірақ белгілі бір деңгейде ғана қатал болды да. Яғни егер ол әскердегідей үйіне қатал болатын болса, үйіндегі адамдары, үйіндегі баласы, әйелі мүмкін қазір ондай үлкен отбасы болып шыға алмас еді. Себебі былай, Бауыржан Момышұлының ұлының атын ұмытып қалдым, бірақ оның былай кішігірім тарихын оқитын болсаңыздар, ол қандай ұлы тұлғалардан ұлы тұлға шығу үшін сондай бір тәртіп бергеніне мен өте қатты риза боламын. Өйткені Бауыржан Момышұлы сондай бір өзінің күртешесімен жаңа қаталдығын тастап кетіп, үйінен қайта шығара кезде қайтып сол қаталдығын алып әскеріне барған кезде әскерде сондай бір жүйеде болды. Олар яғни немқұрайлылық, бейғамдық деген нәрселері әскерінің құрамында, әскерінің бойында болмады. Себебі сондай қатал болған үшін ол елін мықты басқара алды. Мына бір оқиға бар ғой. Бауыржан Момышұлының өзінің қол астындағы сарбазын өлтіретін, өзі өлтіретін. Бұл жерде жасқаншақтық, енді қорқақтық қана жігіттікше, солдаттікі, соған байланысты өзі өлтіретіндігі бар. Былай қарап тұрсам, әр командир үшін өзінің қол астындағы сарбазы өзінің баласындай. Және Бауыржан Момышұлы атамыз солай қарай алды оларға. Бір жағы ол кісіден андай болды, прям мейірім шапағаты, сүйіспеншілігі пекте болмады, қаталдылығы да прям жоғары болмады. Екеуін бір волнада ұстай алды да, екеуін ше. Қажет жерінде қатал да бола білді, қажет жерінде мейірім де төгілді дегендей. Командир алдымен адам дейді ғой, одан кейін басшы дейді ғой. Осылай негізі қосылып отырайық, себебі сіздер анау отырған көрермендер сияқты айырмашылықтарыңыз тек қана андайда билетті жақын жерден көру үшін ғана сатып алған сияқтысыздар. Сол себептен былай атсалысып, былай отырайық. Жалпы қажет жағдайда деген нәрсені ашығырақ егер түсіндіретін болсақ, жалпы маған екі сөзі осы. Бауыржан атамыздың осы кітаптағы екі сөзін айтты. Адам өзіне емес, халқына есеп беру керек. Мен кіммін деп сұрау оңай, елге не бердім деп сұрау қиын. Яғни жалпы Бауыржан атамыз бұл жерде жалғыз бір адамның мүддесінен
халықтың мүддесі артығырақ екенін және де сол халықтың мүддесіне жұмыс істеу керек екенін түсіндірді. Яғни ол кітапта ақиқат айтса да, қандай да бір іс-әрекет жасаса да, наразылық білдірсе де, біреуді атып тастаған жағдайдың өзінде де ол бір адамның мүддесінен гөрі халықтың мүддесін жоғарырақ қойды. Яғни жаңа артқа қашып бара жатқан солдат, яғни оны атты, не үшін атты? Ол бір адамның қорқақтығы, жасқаншақтығы, халықтың мүддесінен жоғарырақ, халықтың қауіпсіздігінен жоғарырақ. Сол үшін басқа солдаттар да солай артқа қашпас үшін, яғни ол көрсетті, мен сендерді атып тастай саламын, өйткені маған халықтың мүддесі жоғарырақ. Дәл өзі. Яғни өмір сүру барысында да ол әртүрлі ситуацияларда, әртүрлі жағдайларда өзінің мүддесінен көріп, өзінің жаңағындай, мысалы Сібірге жер аударылып кетті, ең соңында там жалғыз өзі қалды, оған билік қарсы болды, оған қиянат жасалды, бірақ соның өзінде ол әділдікті, шындықты айтуды тоқтатпады. Не үшін? Өйткені ол анық түсінді. Өзінің мүддесіне көрі халықтың мүддесі жоғарырақ. Дәл осы сөйлеміңізді қазіргі өмірмен байланыстыратын болсақ, қазіргі біздің жалпы қоғамдық қорымыздың да бір мақсаты өзгелерге пайдамызды тигізу ғой. Өзгелерді кітап оқуға айналдыру, өзіміздегі бірінші құндылықтарды алып, сол құндылықтарды басқаға тарату біздің қазіргі миссиямыз десек те болады. Демек, қазіргі бұл Бауыржан Момышұлының дәл қазіргі Асекенің айтқанынан бір қорытындыласақ, яғни былай жасауға болатын сияқты. Бір адамның көңілі үшін ол адамды ренжіткенімізді, немесе ол адамның пайдасын, әрине бір адаммен айналысып ол адамды былай жеткізуге болады. Бірақ оның кейбір сыртқы мәселелерін ескеру арқылы уақытымызды көп уақытымызды сол адамға жұмсағаннан қарағанда өзге де көп адамдарға құндылықты үйреткеніміз басымырақ, чем бір адамнан қарағанда деген секілді бір байланыстыруға болатын сияқты. Және де қазіргі Асекеңнің айтуы бойынша бір адамды өлтіру арқылы басқаларға соның бір маңыздылығын түсіндіре алды ғой. Демек, қазіргі адамға бір адамдан құндылықты отырғызғаннан көп адамға құндылықты отырғызу логически белгілі екен, былайша да түсінуге болады. Солай енді ұштастыруға болады. Мен солай ұштастырдым негізі. Бірдеңе айта салайын. Жалпы енді Бауыржан Момышұлы атамызды мақтап, жақсы жерін айтып отыр. Негізі Бауыржан Момышұлы атамызды идеалдаудың қажеті жоқ. Ол кісі онсыз біз оны даттасақ та, мақтасақ та оның бір жері түсіп қалмайды. Бауыржан Момышұлы дегенде қалып кетеді. Ол кісінің ең бірінші мақтайтын жері оның адамгершілігі жағынан емес, соғыстағы тактикасы мақтауымыз қажет деп ойлаймын. Өйткені ол соғыстағы тактика мақтайтын тұрарлы тактика болды, жаңағы адамды өлтіріп тастау да ол тактиканың бір түрі. Ол жердегі қолдануы, ол Совет үкіметінің кезінде кеңес еліне үлкен пайдасына келді соғыста. Ол кісіге бірқатар зиян тиетін жері соғыстағы жағдайда адамның ойлануы және ол адамның өзгеруі. Сіздер осы тұрғанда адам жақсы мейірімді қасиеттер туралы айтасыздар, бірақ соғыс жағдайына түскен кезде 4 жылдық соғыс үлкен дәрежеде болады да ол. Ол адамға үлкен психологиялық ахуал әкеледі. Одан кейінгі мәселеде ол кісі әділдікті жақтады деген оймен келіп отырып, бірақ бұл жерде бір минус бар да. Шәкәрім Құдайбердіұлын айтсақ болады, немесе ол кісі шоқындық деп айттыңыздар. Бұл жағдайда Шәкәрім Құдайбердіұлы Ыбырай Алтынсарин. Ол кісі де бар Шәкәрім Құдайберді. Ыбырай Алтынсарин сосын Абылай ханның шөбересі. Шоқан Уәлиханов айтсақ болады. Шоқан Уәлиханов екеуі, мысалы Шоқан Уәлиханов кеңес үкіметіне кәдімгі жұмыс істеген адам. Бірақ ол кісі білді, қарсы шығу біз үшін өте үлкен қателік екенін білді да. Қарсы шықсақ, біраз жерге дейін құлдыраймыз, немесе олардың отарлық саясатына түсіп кетеміз. Өйткені ол кеңес үкіметі үшін, немесе сол кезде Ресей ел үшін бізге деген бір отарлау саясатына себеп таба алмайапты. Бірнеше уәде берді, басқару қабілетіне байланысты. Мысалы, бірінші дүниежүзілік соғысқа қатыспайсыңдар деген секілді, бірақ тыл жұмысын алып кетті дегенде ғой. Осы тұрғыда Бауыржан Момышұлы тікелей қарсы шыға алмады да, өйткені ол кісі сол уақыттағы кеңестік үкіметтің
адам болып қалды да, ол кісінің бойында қазақ деген зат кеңес үкіметінің бір құрамдас бөлігі деп қарастырды. Бірақ ол кісі кейін бұны түсінген кезде өз-өзімен арпалысып жүрді. Бірақ әділдікті именно мемлекеттен емес, адамдардың арасынан іздеді. Бұл жерде Бауыржан Момышұлыны енді асыра сілтеп мақтау дұрыс емес деген сөз әдепсіздік сияқты. Немесе жоқ, енді кез келген адамның кемшілігі болады. Иә, кемшілігі болады. Жоқ, то есть идеал көру, шектен шыққандық деп айтудың өзі әдепсіздік сияқты. Менің ойымша ол нәрсе былай. Жалпы статистикаға сүйенетін болсақ, әлемдегі барлық батыр болсын, қолбасшы болсын, бір команданы басқаратын адамдардың бойындағы құндылықтар 87%-ға өте көп. Яғни ең көп басшы болатын адамдардың негізгі бұлай құндылықтарын деңгей бойынша қарайтын болсақ, батылдық ең жоғары, батылдық дегенде қаталдық ең жоғары өлшемде. Дәл солай адамгершілік, кішіпейілділік деген секілділер одан соң кейінгі дәрежелерде тұрады да. Иә, Бауыржан Момышұлыда барлық құндылықтар белгілі бір деңгейде отырмаса да, кейбір құндылықтар көп мөлшерде емес, белгілі бір деңгей мөлшерінде отырған. Бірақ оның ең басты бір құндылығы қаталдықты өзінің орнымен, өзінің максимальны қаталдықты қолдана алды. Осылай жеткізуге болатын сияқты. Себебі ол өзінің қаталдықты бір құндылық деп айтуға негізі сіздерге жарай ма? Қаталдық менің ойымша құндылық. Негіз, мысалы ашу деген бәріміздің ойымызша жаман. Жаман, бірақ негізі жаман, бірақ оны да негізі жақсы жағы бар. Иә, ол нәрсе негізі құндылық деуге байланыстыруға болады. Негізі құндылық. Сол секілді қаталдықта ол да бір құндылық, бірақ та орнымен ғана болса. Иә. Егерде қандай да бір шекарадан асып кететін болса, ол әдепсіздік, дөрекілік болып саналады. Ал егерде ол өз орнымен болатын болса, мүмкін қаталдық арқылы тәрбие беруге болады, немесе бүтіндей бір елді басқаруға болады деген сол қаталдық. Мысалға бір затты айта салайын мен. Қандай зат бар да? Біз қазір мақтап жатып естіп жатырмыз, бірақ еуропалықтар, америкалықтар өздерінің ақын жазушыларын, ескі тұлғаларын сынайды. Шекспирді сынайды, көптеген өздерінің суретшілеріне дейін сынайды. Бірақ ол жерде Шекспирдің қалпағы құлап қалған жоқ дегенде ғой, дәрежесіз қалған жоқ. Бізде сол жүйені түсінуіміз қажет та. Иә, ол. Енді бір мысал айта салайын, мен сөзімді сөйлетіңіз. Руслан аға. Жарайсың. Өзіне же что-то красып кетеді да просто. Айтып келе салайын. Не бар. Айтып келе салайын. Мысалға Дінмұхамед Қонаев атамыз бен Назарбаев екі атамыз салыстырсақ, Дінмұхамед Қонаев атамыз көп адам мақтайды, адамгершілік жағын мақтайды. Ал Назарбаевты көп адам жамандайды. Жемқор дейді, басқа дейді. Адамгершілік жағынан жамандауы мүмкін да. Бірақ біз билік өкілдері, немесе бір тұлғаларды адамгершілік жағынан емес, ең бірінші оның сол саладағы елге еткен қызметіне немесе қызметін дұрыс атқарғанына қарауымыз керек та. Дінмұхамед Қонаев мақұл, жақсы адам болған шығар, бірақ ол кісі кеңес үкіметінің қуыршағы болды. Бұл жағынан саралайтын болсақ, ол кісіні де жамандауға болады да. Бірақ бұл жерде біз жаңа айтқандай, ол кісінің қалпағы жерге қалып қалмайды. Жалпы бұл тұрғыдан бір жағынан қалпағы құлап қалмайды деген сөзді ол кісіге дым болмайды деу, жарайды, ол кісіге дым болмайтын шығар, бірақ біздің жамандағанымыздан да бір пайда жоқ. Яғни оны біз жалпы құндылықтарды отырған студенттер ретінде саралайтын болсақ, біз кез келген дін өкілі дін жағынан болсын, немесе бір әдебиет жағынан болсын, кез келген сала бойынша біз ешқандай жерге зиянымыз тиіп кетпеу керек. Демек, біздің қазіргі айтып отқан сөзім, егер бұл нәрсені дін жағынан алып қарайтын болсақ, біздің мұсылман деген әрекетке біздің қарсы шыққандығымыз. Яғни ол нәрседе бізде ол кісіге жамандағанымызға ол кісінің қалпағы құлап қалмайды, бірақ біздің жамандағанымызда бізге ғайбат айту уже ислам жағынан құрметсіздік болып саналады. Себебі былай қарайтын болсақ, ғайбат айту деген жоқ, адамды жамандау деп айтылады ғой. Ол кісі тірі болсын, тірі болмасын, біз демек ол адамды ғайбаттаймыз. Яғни біздің қазір ол кісінің жаман жағын айтқанымыздан біздің қазіргі аудиториямызға немесе өзімізге ешқандай бір пайда таба алмаймыз деген оқиға бар. Және сіздің айтуыңыз бойынша Бауыржан Момышұлының жаман жағын айтқан кейбір жағдайда былай дұрыс шығар, былай соған келтірсек, бірақ
құндылықтарды барлық құндылық отырмады деп айтуға мен келісемін. Оның қаталдық деген секілді кейбір құндылықтарын ғана асыра сілтеп айтуға болады, бірақ жаңа айтқанда кішіпейіл деген секілді құндылықтарды асыра сілтеп айтуымыз ол дұрыс емес. Ол нәрсеге келісемін. Мен жамандау деген жоқ, сынау дедім. Жамандау мен сынау екі түрлі. Екіншіден жоқ, сіз жаңа айттыңыз ғой, жамандағанымыздан дым әсер етпейді дедіңіз. Сол жамандағаныңызға деген айтып жатырмын мен. Сол әңгімеңізге тоқталдым да. даттаған мен сынау деген бар. Сол әңгімеңізге. Жамандау деген көзсіз жамандау болып саналады, даттау деген бірақ бір сөз айтайын. Әртүрлі көзқарастан қарауға болады да. Кеңес үкіметтің адамдары кеңес үкіметін өте жақсы көреді да, өте идеал көреді. Сол кезде жақсы еді деп қарайды да. Бірақ ол жерде өліп жатқан заттар көп болды да. Адам емес, көп зат құндылықтар, ұлттық дәстүрлеріміз көп зат өліп жатты да. Адамның жеке бостандығы секілді ше. Ол жағынан қарасаң, тәуелсіздік алу деген ақымақтық сияқты көрінеді да, бұл жерде ше. Ал қазір тәуелсіз мемлекетте тұрып жатқан адамдар үшін біреудің қол астында болу да бір ақымақтық секілді. Мысалға, кеңес үкіметінің социалистік ел болды, бірақ ол жүйеден бөлек тура Америка сияқты болғысы келді да. Орыс деген емес, адамдар сөйтіп алады. Мысалы, қазір Америка қандай? Бұл жерде американдық, ағылшын бар, испандық бар, қай елдің адамдары болсын, американдық барлығы. Бір ұлттық деген бір не жоқ та. Сол тура сол секілді болды, бірақ билік басындағы отырған адамдар орыс адамдар болды да. Жалпы адамдардың әсері болғандықтан ол кездегі идеология мен қазіргі идеология немесе көзқарастар бір-біріне қарама-қайшы болады да. Біз ол кезде Бауыржан Момышұлы адамдар қатал деп, ол әшейін сипаттары ғой, бірақ ойлармен келіспеген болуы мүмкін да. Ал қазір біз ол кісіні жақсы деп қараймыз да. Жалпы айтып жатқаныңызда былай нәрсе ғой. Біз жалпы қазақтар тағы тауыстырады. жоқ, подкаст созылып жатыр. Қазақтар негізі андай ғой, ермен халық қой негізі ше. Біздің қазіргі Еуропа деп жатсыз, Еуропаның адамдары осындай бір деңгейде айтады деп жатасыз. Біз қазақтар ерме, біз не үшін Еуропаға еліктейміз? Өйткені Еуропа қазір көшбасшы деп айтсақ болады. Америка деген секілді мемлекеттерге біз еліктейміз. Олар осындай жасаған деу арқылы біз де сол нәрсені істегіміз келеді. Өйткені олар дамып кетті деп. Негізінен қазақтар ерме, бірақ біз олардың кейбір үйренетін заттарымыз көп, бірақ біз қазақтардың бір минусы көп жағдайда олардың не істеген кез келген мелочтарына дейін жасап кетеміз. Өйткені солар сөйтіп не қылғаннан кейін дамып кетті деген секілді. Олар өздерінің жаңағы ақындарын, шешендерін жамандады деп айтамыз, бірақ олар ол нәрседен дамып кеткен жоқ қой. Ал дәл сол секілді былай қазақтар мен Американың жеке адам ретінде салыстыратын болсақ, біздегі бір құндылықтар бір деңгейде отырған, яғни біздің адамгершілік, кішіпейілділік, жанашырлық дегендер бір 50% деп шкала бойынша алатын болсақ, 50%, 60% деген секілді бір деңгейде отырғанда көп құндылықтар. Ал еуропалықтар, америкалықтардың былай құндылықтарды бүйтіп салыстыратын болсақ, олардың кішіпейілділік 100, ашушаңдық 0. Көбінесе зерттеуде осындай. Яғни кейбір құндылықтар барлар, олар прям жоғары, құндылықтар жоқ болса, яғни олар жоқ. Ал бізде барлығы бір деңгейде. Сол себептен біздің жаңағы америкалық деген секілді олар істемеді деп жамандады, немесе олар сынайтты, даттады деп біздің олай пікір айтуымыз адамгершілік жағынан дұрыс емес. Яғни бұл тақырыптан алыс, бірақ бұл менің жеке ойым. Бұл жеке ойым менің. Қатты алыстап кеттік. Онда подкастты бітіре салайық, айтып бітіре салайық. Сізден қайтадан көздеген шығар. Жоқ, біттім, қойдым. Тақырыптан қатты алыстап кеттік. Қорытыласақ, ол біріншіден. Жақындатады. Екіншіден, жалпы айтылып жатқан нәрсе дұрыс, екі жақтың да айтылып жатқан нәрсе дұрыс. Сыни ойлау, сыни пікір болу адам дұрыс. Бірақ мен мына нәрсеге келіспеймін да. Бауыржан Момышұлыны, біз идеалдамауымыз керек. Бірақ Бауыржан Момышұлының да бар болуға бір құқығы бар ғой. Бізде егер Бауыржан Момышұлы болмағанда бізде қаталдықтың, яғни қатал адам қандай болу керек деген бізде идеал болмайтын еді. дәл өзі. Или там мысалы басқа кісілерді келтіріп жатса, мысалы билікке бір қитырқы әрекеттермен қайта дәріптеді,
кейбір нәрселерді мысалы жаңағыдай білім алуды болсын, шоқынып деген сияқты сөздермен дәріптеді. Ондай жасауға болатын еді, иә, Бауыржан Момышұлы жасауға болатын еді. Бірақ егер ол ондай нәрсе жасаған болатын болса, біз қаталдықтың идеалын біз көре алмайтын едік. Қатал адам идеал қандай болады? Иә? Дәл өзі. Идеал, ол идеал емес та, бірақ жуықтағанда қандай болады? Жалпы қорытындылай келе, Бауыржан Момышұлы, иә, сол кездегі, сол уақыттағы әлеуметте болып жатқан, жалпы биліктен әлеуметке болсын, әлеуметтің арасында болсын, кейбір айтылмай жатқан ақиқаттар. Сол нәрсені жеткізгісі келді. Я, ол жаңағыдай КСРО билік сосын барып қазақтарды ойлады дегенге де келіспеймін. Өйткені егер ондай болатын болса, атақты оқиға бар ғой, Бауыржан Момышұлыны Бауыржан Момышевич деп шақырады. Бірақ ол кезде шықпады ғой. Мені Момышұлы деп атаңдар, мен сол кезде ғана шығамын деді. Демек, мен дәл осы жерден тұжырым шығарамын, ол қазақилықты бірінші орынға қойды. Қазақшылықты бірінші орынға қойды. Яғни ол, елдің мүддесін, ол кезде ел не болды? Ол кезде ел КСРО болды. Елдің мүддесін бірінші қойды, бірақ одан бұрын қазақтың мүддесін бірінші қойды. Өйткені ол елді қорғамайтын болса, қазақ та қорғалмай қалады. Иә, демек асыра сілтеп айтқанның өзінен де бір хикмет табуға болады ғой. Яғни ол жерден біз ешқандай минусқа кетпейміз. Ол Бауыржан Момышұлы жарайды, біз максимум асыра сілтейік, бірақ ол нәрседен біз де ұтылмаймыз ғой ештеңеден. Мысалға кішіпейіл дейтін болсақ та, ол жерден керісінше ол кішіпейілдіктен құндылық алып, адам ары қарай сол кішіпейілі отыруы мүмкін деген секілді. Қатал адамның сондай рөлін бір рол модел дейді. Соны айтып алмас еді. Бірақ көзқарастарға байланысты болады, мысалы. Әркім өзіне керектісін алады, ол былайша айтқанда идеологияда назар бар да, байларды жаман қылып көрсетеді да. Ол қай заманда болса да негізі сондай. Ал одан бұрынғы замандарда негізі бай ол мемлекетті басқарушы болған. Иә, енді жақсы адам болған мысалы бай. Ол тек капиталистік кезең бізге. Ол тек қазақтарда емес қой. Жоқ, ол тек КСРОда емес қой, ол тек СНГ-да емес қой, бүткіл әлемде болды ол нәрсе. Болып жатыр ғой ол нәрсе. Байлар жаман көрді. Иә. Ол тек біздің аймақта ғана болып жатқан жоқ, ол бүткіл әлем бойынша. Жалпы бүткіл әлем бойынша стереотип ол нәрсе қалып кеткен да. Сол стереотипті қалып кеткен. Бірақ ол нәрсемен келісетіндер де бар, келіспейтіндер де бар. Мысалы мен өз басым келіспеймін. Мысалы жомарт байлар бар, одан кейін ашкөз кедейлер де бар. Азаттар болсын. Ендеше тақырыпты қорытындылай кете, Бауыржан Момышұлының бұл кітабынан, кітаптың аты қандай еді? Бұл кітабынан жалпы менің түсінгенім, тек қана Бауыржан Момышұлының ең басты түсінгенім намыс қойлығы. Осы нәрседен мен андай қайтадан бір еліме, жеріме деген бір андай жанашырлығымды қайтадан бір арттырғандай сезім болды. Бұл кітаптың жалпы талдау мен үшін пайдалы болды, иә. Қорытындылай кетсек. Сонда бір ойдан айтып шығайық. Сөйтейік, одан соң тақырыпты аяқтап подкастты ютубқа жүктейік. монтаждайық. Сосын жаңағы бүйтіп хит қылдырайық да, 4-5 видео түсіріп салып, көрші деп. Иә, ондайше айта беріңіз сұранысқа. Жалпы орын. Өзіңнің адам өзінің мүддесінен, жеке тұлғаның мүддесінен, елдің мүддесі әрдайым биік тұрады. Әрдайым биік. Көпшіліктің мүддесі биік тұрады. Иә, всегда. Мен кітаптан осы нәрсені алдым. Нұреке? Барлықтарыңыз айтып отырсыздар ғой, кемшілік, анау мынау деп. Мен ешқандай кемшілік көріп тұрған жоқпын. Көзіңнен көрсем, тек қана өзім көзіммен көргенмін. Болды, точка. Мәке. Айтамыз. Кітаптың аты айтылмаған ақиқат қой. Ол соғыстан кейінгі айтылмаған барлық ақиқаттың бәрін айтып берген ғой бұл кітап. Бұл дұрыс жақсы болды. Демек, қорытындылай келе Бауыржан Момышұлының несін биік оғама деп айтқан жатқан ба просто? Айтпайды екенде. Айтпаймын. Ереке өзіңіз сұранысқа. Жалпы мен жаңа сынау деген дұрыс түсінбей қалдыңыздар ма? Жоқ, қорытындылай. Қорытындылауды айта салайын. Просто. Сіздер доказательствоңыздар да бұл жерде. Сынау деген дұрыс түсінбей қалдыңыздар бұл жерде ше. Бұл кітапта Бауыржан Момышұлы атамыздың өзінің көз қарасында болған ақиқаттарды жеткізген да. Айтылмаған ақиқат деген жалпы елде болған, мына жерде мынандай қағаз болып, мына жерде мынандай болып, или кеңес үкіметінде қазақтар бүйтті деген ақиқат айтқан жоқ. Ол өзінің көз алдынан нені көріп, мысалы тойға барған болсын, Ташкентке барған болсын, Мәскеуден келген болсын, Сібірге айдалған бүкіл өзінің көз қарасында болған ақиқатты айтты да. Біз соны талқылауымыз қажет еді бұл жерде. Ол біз оны тұрдық та басқа шаштен оқып алып осыны айтсақ та болатын еді. Ана жерде ұшқан ұяны оқып алып осыны айтсақ болатын еді. Біз бұл кітаптан алшақтап кеткен. Жоқ, соны просто видеодан кейін Иә, сіз дұрыс айтып жатсыз, ол көзбен көрген ақиқатын айтып тұр. Біз
көбіміз ойлаймыз ғой ол қағаз жүзіндегі ғана нәрсе бізде дұрыс деп, ал ол қағаз жүзінде емес сыртта болған, сол соғыстың ішінде болған ақиқаттың бәрін жеткізген. Мысалға кісі саны 100 миллион, ойбай 100 миллионнан шірей енді 100 мың адам өлсе десе, ол көзінің алдында қанша қан төгілді деген. Жоқ, оны түсіндіріп қой, жалпы ойшы сондай тема айтып кеткенімізді. Жалпы сол теманы талқылау еркенді біз білеміз негізі. Енді болмасаңдар оны қайтып талқылайсыңдар, оны біліп тұрып қой оны просто соны. Болды, жабайық болды. Мынаны көрсе жазсын, Камилге болсын сасын. Просто бұны көрмейді ешқайсы осы айтқаныңызда. Мәкең айтыңыз. Мәкеңіз айтсын. Соның қорында. Нүкте ішінде көптеген нәрселер бар, ой түйетін нәрсе бар. Жалпы менің ой түйгеніммен келісулеріңіз мүмкін, келіспеулеріңіз мүмкін. Жалпы бұл жердегі маған ұнаған жері жалпы еркек күйінше қалу керек деген бір үлкен ой болды менде. Жалпы Бауыржан атамыздың бізге қалдырар түрлі өзінің бойындағы қасиеттері, қай жерде қатал болу керектігін, қай жерде мейірім танытатындығын нақтылап көрсетіп бергенде, яғни бұл нәрсені өмірде қалай дұрыс жүру керек, қалай дұрыс өмір сүру керек, қай жерде шындық айтылады, қай жерде шындық айтылмайды, сол нәрселерді бізге көрсетіп бергенде, ол бізде Бауыржан Момышұлы атамызда да өкініш болды. Мысалы, кейбір жерде айтты, кейбір жерде айтылмай қалды. Ол кітаптың аты да сондай. Айтылмаған ақиқат деген кезде ол уақытта айта алмады. Кеңес өкіметі болған кейбір нәрселер айтылмады, одан кейін барып соғыс біткеннен кейін бұл кісі жазды дегендей, өлер кезінде. Мен түйгенім Бауыржан Момышұлы сондай бір жақсы қасиеті маған ұнады, қаталдық қасиеті маған өз басым ұнады. Осымен біздің подкастымыз аяқталды. Көріп жатқан көрермендерге үлкен рахмет. Аман сау болыңыздар.